шетелді көруге өзі немесе өзге нәрсені көруге ынтық болады жалпы адам табиғаты. Діни сауаты жоқ жігіттердің немесе қыздардың шетелге шығып әртүрлі топтардың саяси ағымдардың мәркәздарына, олардың жатақханаларына, солардың жанында фондтар тарапынан қаржыландыратын оқу орындарына, курстарына түсіп кету ықтималы бар. Әр шейхтің өзінің оқыған кітабы бар, әр шейхтің өзінің ұстазы бар, өзінің жеке пікірі бар. Сондықтан да осы жерде бұл мәселе бөлінеді. Ол дәріс беру барысында өзінің жеке пікірін айтады. Саясатқа қатысты пікірлер әртүрлі. Біреу мемлекеттің саясатын қолдайды, біреу мемлекеттің саясатын қолдамайды. Біреуі бейтарап қалғанды дұрыс көреді, шәкірттерін солай үйретеді. Шейхтің де жеке пікірлері, жеке ұстанымдарды шәкіртке ол әсер етпей қоймайды. Бір Сауд Арабияның өзінде, мысалы дейік, әртүрлі шейхтің оқығандардың белгілі жерде пікірлер қайшылық болады. Мысырда да солай, Түркияда. Өйткені кітап бір болғанмен арасында пікір мәселесі әсер етуі мүмкін. Сәләфилердің өзі 3-4 тармаққа бөлінеді. Оқыған кітабы бір, кітабы Таухид, Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың кітабы, және де үш негіз деген Мұхаммед ибн Абдул-Ваххабтың кітабы. Бірақ ұстанымдары түрлі. Бұлағы бір, сүйенетін адамы бір болғанмен ұстанымдары саяси тұрғыдан үшеуінің пікірі үш түрлі. Сол үшін олардың басы да бір қазанға сыймайды. Бұл табиғи дүние. Өйткені пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтқан ғой, еврейлер дейді 71 тармаққа бөлінді, христиандар 72 тармаққа бөлінді, менің үмметім 73 тармаққа бөлінеді дейді. Яғни бұл тармақтарға бөліну біздің тек қана маңдайымызға жазбаған христиан дінінде, иудаизм дінінде бұл үлкен бір проблемасы, тармаққа бөліну. Бірақ нәрсені айта аламыз да, Қазақстан мұсылмандар емес, мысалы Ханафи мазхабында, Матуриди сенім мектебінде болған азаматтардың пікірлері барлығы бір жерден шығады. Неге? Оқылған кітап, ұсталатын мазхаб барлығы бір болғанда, ол пікір бір жерден шығады. Діни оқуға кеткісі келетін жастар әуелгі фундаментін, әуелгі бастапқы діни сауатын Қазақстаннан алғаны жақсы. Өзінің ана тілінде, өзінің осы жердегі діни оқу орындарда немесе оның дайындық бөлімдеріне барып оқу керек. Неге десеңіз, ол өзінің дәстүрлі дінін, мазхабын, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін азды көпті ол үйрену керек. Базалық дейміз ғой, енді діни сауаттарын Қазақстанда біздің мешіттердің жанынан немесе медреселерге барып оқысын, сол жерден барып алсын. Сонда адасуы осындай түрлі қиыншылыққа тап болу мәселесінде оған бағыт бағдар береді.